7-ші сабақ. Сабақты бастаудан алдын балалар каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік. Сендерге түсінікті болу үшін тапсырманың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Табиғат ғажайыптары, фонетика әлеміне саяхат. Тыңдаған мәтін бойынша мазмұндама жазуға машықтанамын. 30-ші тапсырма мәтінді тыңда. Әнші құм. Жетісу өңірінде орналасқан құмды төбе әнші құм деп аталады. Биіктігі 150 метр, ұзындығы 8 километр, ені 3 километр. Құм төбенің бұлай аталуының өз сыры бар. Жел соққанда майда құм түйіршіктері сусылдап төмен қарай жылжиды. Осы кезде сырнайдың үніне ұқсас таза, әдемі әуен естіледі. Егер жел күшейе соқса, әлгі әдемі әуен реактивті ұшақтың гуіліне ұқсап кетеді. Осындай ғажап әуенді есту үшін адамдар оған әдейі баратын болған. Табиғаттың мұндай ғажап әншісі ешбір елде жоқ. Жоспарды толықтырып, мәтін бойынша мазмұндама жаз. Түйіршік, реактивті, өңір, гуіл. Жоспар: әнші құмның сипаты, әнші құм аталу себебі, әнші құмға саяхат. Жазған жұмыстарыңды өзара тексеріңдер, жіберілген қателерді анықтаңдар. 33-ші тапсырма: парталасыңмен диалогты оқып, әрі қарай жалғастыр. Мерей, сен жазғы демалыста қайда бардың? Мен атаммен бірге әнші құмды көруге бардым. Әли, өзің қайда бардың? Мен жұмбақ тасқа бардым. Мерей, сен әнші құмды көруге барғың келе ма? Иә, әрине, әнші құмды көруге барғым келеді. Келесі жылы міндетті түрде барамын. Әли, өзіңше жұмбақтасқа барып көрдің бе бұрын? Жоқ, мен жұмбақтасқа барып көрмедім. Бұйырса енді барамын. 32-ші тапсырма: сөздердің тасымалдану түрлерін көрсетіп жаз. Бұл жердегі сөздердің тасымалдануы: жетісу, түйіршік, өңір. Өңір деген сөзіміз тасымалданбайды, өйткені бұл сөзде екі буын, бірінші буыны дауысты болып тұрғандықтан ол тасымалдана алмайды. Күшею, күшею. Әуен, әуен деген сөзіміз де тасымалдана алмайды. Шығармашылық үзіліс. 33-ші тапсырма: алдымен әріптерді мағыналы сөздер шығатынды етіп ұяшықтарға орналастыр. Содан соң нөмір қойылған ұяшықтардағы әріптерді сөз құрастыр. Қаба тас. N-A-O-L-Q. Бірінші сөз бұл жерде тасбақа, екінші сөз құлан, үшінші сөз барыс. Бізде құс атауы келіп шықты. Осы үш әріптің ішінен тапқан сөзіңдегі құс туралы дереккөздерден ақпарат жина. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Түсінбеген тапсырмаларың болса, комментарияға жазып сұрауларыңа болады. Мен міндетті түрде сендерге жауап беретін боламын.